Ha. Арабтар айтады, жүрек деген сөз араб тілінде кольб деп аталады. Иә. Кольб деген Мгм. арабшадан аударғанда жүрек. Кольб деген сөзді арабтар етістік ретінде де қолданады. Айналды, төңкерілді деп солай да қолданады. Арабтардың мынандай сөзі бар да. Суммия кольба кольбун ли касрати тақаллуб дейді. Жүректің жүрек деп аталуының себебі оның көп рет айналатынына себепті дейді. Айналмалы. Мгм. Сол себепті бір тақуалардан әңгіме бар, сондай келетін кітаптарда. Егер де қандай да бір жақсы ой келеді ғой, бір жақсы іс жасап болайыншы, садақа беріп жіберейінші, сол мезетте істейтін дейді да. Кешіктірмейді. Себебі сәл күте тұрса, жүрек қаламай қалуы мүмкін. Жүрек оны істемей қалуы мүмкін. Өйткені бір орында тұрмайды жүрек. Көрдіңіз бе? Және де бұған хадис дәлел. Пайғамбарымыздың имам Муслимнің риуаятында шатаспасам келетін ұзақ бір хадис бар. Ханзала деген сахаба жайында. Ханзала радиаллаху анху көшемен кетіп баратқан кезде Абу Бакрды көріп қалады. Абу Бакр айтады: "Ей Ханзала, қалың қалай?" дейді. Сөйгенде Ханзала бүйтіп жауап береді: "Нафақа Ханзала" дейді. Ханзала мұнафық екен деді. Ханзала мұнафық деді. Абу Бакр: "Субханалла." Хадисте осылай келеді екен. "Субханалла", таң қалады. Неге үйтіп айтып отырсың дейді. Ханзала айтады да: пайғамбарымыздың жанында отырған кезімізде, оның уағызын тыңдаған кезде, жәннат пен тозақты өзіміз көріп тұрғандай сезінеміз дейді. Ал енді пайғамбарымыздың жанынан кетіп, үйге барып, бала-шаға, әйелімізбен, қонақтарымызбен айналысқан кезде, сол сезім қайтадан кетіп қалады дейді. Сол кезде Абу Бакр: "Валлахи илтақайна мисля хаза." Алланың атымен ант етем, осындай нәрсемен біз де кездесіп жүрміз дейді. Мен де сондай болып бара жатырмын ғой дейді. Екеуі де бастары салбырап, бұл не болып кетті бізбен деп уайымдарымен Расулалла саллаллаху алейхи уассаламның алдына барады ғой. "Я Алланың елшісі, осылай болып жатыр" деген кезде пайғамбарымыз түсіндіреді: "Уаллази нафси биядих", Алла тағаланың атымен ант етемін дейді. "Ин лау тадумуна ма такунуна инди ва фи зикри", егер де сендер менің халімде отқан кезде дейді, менің жанымда қандай халде отырсаңдар, сол халде әрдайым бола берсеңдер, әрдайым ауыздарың зікірден ешқашан үзілмесе дейді да, сендерге дейді, төсектеріңде де, сапарда, жолда кетіп баратқандарыңда да періштелердің сәлем беретін көретін жағдайға жетер едіңдер дейді. Періштелердің сендерге сәлем беретін көретін едіңдер дейді. Бірақ пайғамбар: "Валакин я Ханзала саатан деп 3 рет естіп қайталады дейді. Бірақ та Ханзала әр нәрсе өзінің орнымен, уақытымен деп естіп айтты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай Ханзалаға насихат айтты да. Яғни бұл қалыпты жағдай. Бұл солай болу керек. Әр нәрсенің өз орны бар. Біреу жұмыс істеп жатыр, иманы күшейіп кетпейді ғой. Бала-шағамды ойнатып жатырмын деп, бала-шағасын жаңағы далаға апарып киіндіру, ондай нәрселерден иман күшейіп кетпейтін шығар. Бірақ ол солай болу керек деп айтты. Әр нәрсе өзінің хақысы бар деп айтты. Сол себепті иман бір орында тұрмайды.